Жүректегі мұз 25 бөлім. Арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сумру мен Хикметке үйдің жартысын аудару үшін документке қол қояды. Қол қойғаннан кейін Хикмет документті алып мәз болып, Сумру сенің дәуірің бітті деп айтады. Сумрудың комнатасына келіп ақтарып бастаған кезде анасынан қалған әшекейді тауып алады. Бұл әшекейлер енді менікі, сенің көзіңді құртамын деп шығып кетеді. Стол басына жиналған кезде Хикмет тағып алған әшекейді ағасы көреді. Мынау менің саған сыйлаған әшекейім емес пе, анамнан қалған дейді. Иә, сен сыйлаған әшекей, қарындасыңа сыйладың, сен жасаған қателікті түзедім деп жауап береді. Сол үшін мен кінәлі болып қалдым ба деп столдан жылап тұрып кетеді. Джихан мен Мелик сыртта бірге құшақтасып тұрған кезде сырттан біреу оны суретке түсіріп алады. Бірақ Джихан атынан қуғанымен де оған жете алмайды. Хикмет таксинің үйіне келеді. Таксин, сен жоғарыдасың ба деп үстіңгі қабатқа көтеріліп комнатасына кіре бергенде Сумрудың ілініп тұрған суретін көреді. Суретті түсіріп алайын десе, соткасы отырып қалған болады. Тез жылдам шығып Хикмет ағасына барып, сенің әйелің қандай адам екенін білесің ба, дейді. Самет, иә, өзімнен де жақсы білемін, дейді. Атамнан қалған үйдің сатып алған адам Таксин Сумрудың көңілдесі деп, Сумру мен Таксин жасырын кездесіп жүр деп айтып береді. Самет Хикметке, осыдан айтқан сөзің өтірік болса, мен сені өз қолыммен өлтіремін, дейді. Ал Самет сразу шығып Таксиннің үйіне барады. Таксин ол суретті ауыстырып қойған болады. Самет үйіне барған кезде суретті көреді. Ол сол жердегі ауысқан суретке түсіріп алады. Сол кезде Таксин келіп қалады. Самет Таксинға, саған соғып шай ішіп кетейін деп келіп едім деп алдай салады. Хикмет үйге келіп Сумруға, сенің анаң бұл үйден кеткісі келеді екен деп үй алып берейік деп айтады. Хикмет, нихаятқа бұл үйден кетіңіз, осы уақытқа дейін тұрғаныңыз жетер деп айтады. Самет үйіне келіп Хикметті өзінің комнатасына шақырады. Ол жерде ешқандай сурет жоқ қой деп айғайлайды. Қалай жоқ, деді Хикмет. Самет телефонына түсірген суретті көрсеткенде Хикмет, мен өз көзіммен көрдім ғой деп бой бермейді. Хикметтің жыны келіп Сумрудың шындығын айтуға бел буады. Барлығы стол басына жиналған кезде Нұх пен Мелик әйеліне қандай жақыны бар екен деп сұрашы, дейді. Сумру үн қатпайды. Хикмет, Нұх пен Мелик сенің әйеліңнің балдары деп айтады. Бірақ Саметтің сенгісі келмеді. Оларға өздерінің документіне анасының аты жазылып тұрғанын көрсетеді. Самет Нұхтан, сен Сумру сендердің аналарың ба деп сұрай бергенде Сумру орнынан тұрып, иә, менің балаларым деп жауап береді.